Мәселе сонда, балықшы құрғақта, аңшы дымқыл. Егер қызымыз сұлу болса, күйеу баланы таңдап аламыз. Жанып жатқан өртке сабанмен кірмейді. Егін мол болған жылы, кедей одан бетер сорлы. Кіммен болса да бірге көңіл көтересің, бірақ жәрдемге алдымен бауырың жүгіреді. Балалардан өзіңдікі сүйкімді, ал әйелден өзгенікі. Өз қызың әдемірек, жиналған егіннен көршінікі көбірек. Адамның рухани болмысы карта ойнайтын үстелдің басында ашылады. Тіпті аспан жерге түссе де, шығатын тесік табылады. Әйел өзін соққыға жығатын күйеуімен достасады. Соққыдан арашалағысы келген енесін жек көреді. Кем дегенде бір тиын ұстасаң, бірден алақаның терлейді. Егер жолды жақсы білсең ғана басы бос. Нашар көресің деп соқырға айтсаң да ренжиді. Өлуден қорықпа, ауырып қалудан қорық. Егер тұрмысқа шықпаған болсаң, жаялықтарды дайындамай-ақ қой. Сен жақсы көрмейтін бала әрқашан көп жейді. Үй өртенсе не болыпты? Есесіне ішіндегі бүргелер өлді ғой. Жесірдің зарын тек жесір ғана түсінеді. Жанып тұрған шамның түбі қараңғы болады. Өгіз сияқты еңбек ет, бірақ тышқан сияқты ғана же. Суды төксең, ол қайта жиналмайды.